Hi, my dear students. How are you today? Сәлеметсіңдер ме менің қымбатты оқушыларым? Қалдарың қалай? Let's start our lesson. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Lesson 2. Екінші сабақ. Children's Games. Балалардың ойыны деп аталады. Біз бүгінгі тақырыпта біздің грамматикалық тақырыбымыз бар. Соны қоса өтеміз өзіміздің тақырыбымызбен. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыздың аты Present Simple, яғни осы шақ. Біз әр тақырып сайын бір грамматикалық тақырыпты өтетін боламыз. Let's start. Бастайық. Әрбір өздерің білетіндей, әрбір жаңа тақырыпта біз жаңа сөздерді жаттап қайталайтын едік. Сол сияқты бұл Children's Games, яғни балалар ойыны тақырыбының да өзіне тиісті жаңа сөздері бар. The first, play board games. Үстел ойындарын ойнау. Juggle, жонглировать. Do a jigsaw puzzle. Пазл жинау. Play video games. Видео ойындарын ойнау. Go bowling. Боулинг ойнау. Play chess. Шахмат ойнау. Яғни балалар сендер осы сөздермен танысып, осыны есте сақтап жаттайсыңдар. Осы сөздерді сендерге түсінікті болу үшін және бір рет қайталап жіберейік. Play board games. Juggle. Do a jigsaw puzzle. Play video games. Go bowling. And play chess. The next, келесі. Present Simple шағы бізде жасалудың көптеген шарттары бар. Біз сол шарттарының бірнешеуіне тоқталып өтеміз. Жалпы Present Simple қазақ тіліне аударған кезде осы шақта аударылады. Яғни дәл осы моментте болып жатқан іс-әрекеттерді бейнелейді. Оның жасалуының бірнеше шарттары бар. Оның негізгі шарттарының бірі жалпы факт, жалпы мәлімет негізінде жүргізіледі. Мысалы, I like apples. Мен алмаларды жақсы көремін. Менің алмаларды жақсы көруім бұл факт болып табылады. Яғни жалпы мәлімет болып табылады. Бұл факт ешқашан да өзгермейді. Яғни бұл факттерге негізделген шақ болып табылады. Екіншісі, біз күнделікті істейтін әрекеттері негізінде жасалатын шақ болып табылады. Мысалы, we often watch TV. Біз жиі теледидар көреміз. Яғни біз күнде жиі теледидар көреміз. Сол үшін біз регулярный, яғни қайталанып тұратын түрде біз теледидар көргеніміз үшін осы Present Simple шағын қолданамыз. Яғни біз осы іс-әрекеттің жиілігін көрсету үшін осы Present Simple шағынмен көрсетеміз. Келесісі. Көптеген мысалы қатып қалған факт негізінде, қатып қалған заңдылық негізінде жасалатын сөйлемдер болатын болса, ол демек Present Simple шағында жасалған. Мысалы, the earth goes around the sun. Яғни жер күнді айналады. Бұл қатып қалған заңдылық, қатып қалған факт, сол үшін осы қатып қалған заң болған үшін біз Present Simple екенін осыдан-ақ білеміз. Мысалы, келесі мысал. A dog has 4 legs. Иттің 4 аяғы бар. Яғни бәріміз білеміз, иттің 3 аяғы, немесе 5 аяғы, немесе 10 аяғы болмайды. Ол 4 аяғы болады. Значит, бұл факт болып табылады. Осы фактқа сүйеніп, бұл Present Simple екенін осы фактқа сүйеніп айта аламыз. Келесісі. Яғни біздің іс-әрекеттеріміз кей кездері күнтізбе арқылы жүргізіледі. Мысалы, біз мектепке барған кезде күнтізбе арқылы сабақ өтеміз, Сол сияқты, егер мысалы бір сөйлем күнтізбе арқылы жасалатын болса, мысалы, the lesson starts at 7 p.m. Сабағымыз 7-де басталады. Яғни, мысалы, күнделікті сабақтың 7-де басталуын бұл жерде айтып отыр. Яғни, осыған қарап, біз уақытына қарап, біз бұл сөйлемнің Present Simple екеніне көз жеткіземіз. Бұл Present Simple'ның жасалуының шарттары. Енді келесісіне өтеміз. The next slide. Бізде be деген етістік бар. Be деген етістік, яғни бұл 3-ке бөлініп кетеді деген am, is, a. Яғни бұл жақтарына қарап. Мысалы, am деген сөзді біз мен деген есімдікке қолданамыз. Мысалы, I'm a doctor. Мен доктормын. Яғни бұл бір доктор екенін білдіріп тұр. Is да бұл жекешелендірілік мағынасын білдіреді. Және бұл 3-ші жаққа, яғни all деген жаққа қолданылады. Мысалы, the weather is nice. Ауа райы өте тамаша. Are деген сөз бұл көпше мағынада қолданылатын сөз. Мысалы,
Мысалы, we are friends, біз достармыз. Яғни are деген көпше түрде, көпше мағынада қолданылып тұр. The next, келесі. Утверждение, яғни мақұлдау. Белгілі бір мәліметті біз мақұлдайтын болсақ, бұл present simple екеніне айқын дәлел. Мысалы, біз I, мен, we, біз, you, сен, they, олар деген, мысалы, he, she, it, ол деген сөздерді білеміз, иә? Осы сөздерге біз verb, яғни етістік жалғайтын болсақ, біз болымды сөйлемді аламыз. Мысалы, I like apples, мен алмаларды ұнатамын. She likes apples, ол алмаларды ұнатады. We like apples, біз алмаларды ұнатамыз деген сияқты. Міне осы сияқты, мына сендер кестеде көргендеріңдей, осы формула арқылы сендер болымды сөйлем жасасаңдар болады. Келесі, the next. Сұраулы сөйлемдер. Енді сұраулы сөйлемдер бұл кішкене күрделі, бұны жақсылап түсініп алыңдар. Біз кез келген сұраулы сөйлемді жасаған кезде do немесе does сөздерін қолданамыз. Яғни сұраулы сөйлемнің алдына do немесе does сөздерін қоямыз. Яғни бағана есімдіктерге I, we, you, he, she, itқа алдына осы do немесе does'ты қоямыз. Содан кейін plus verb, яғни етістікті жалғасақ, бізде сұраулы сөйлем шығады. Мысалы, do you like apples? Сен алмаларды жақсы көресің бе? Does she like apples? Ол алмаларды жақсы көреді ме? Деген сияқты. Do they run and jump in the park? Олар паркте жүгіреді және секіреді ме? Деген сияқты. Міне осы сөздер сендер жазып алсаңдар болады, осы кестені жаттасаңдар болады. Бұл сұраулы сөйлемді жасауға. Келесісі. Отрицание, яғни бір нәрсені теріске шығару, яғни болымсыздық мағына. Болымсыздық мағынада I, we, you, they, he, she сөздерді қойып, plus do not, яғни болымсыздық сөзін жалғап, plus verb, яғни етістікті жалғасақ болады. Бұл формула бойынша біз болымсыз сөйлемді ала аламыз. Мысалы, I don't like apples. Мен алмаларды ұнатпаймын. She doesn't like apples. Ол алмаларды ұнатпайды. Яғни бұл жерде отрицание, яғни бір нәрсені теріске шығару болып тұр, иә? Бұл болымсыз сөйлемнің жасалу формуласы. Осыны жақсылап қарап алыңдар, жақсылап өздеріңе түртіп алсаңдар болады. The next, келесісі. Бұл present simple шағында біз present simple екенін білдіру үшін көптеген сөздер берілген. Мысалы, seldom, жиі, often, жиі, every, әр деген мағынаны білдіреді. Мысалы, every day, әр күні, every year, әр жылы, every lesson, әр сабақта. Яғни every деген әр деген сөз, әр деген мағынаны білдіреді. Sometimes, кейде, always, әр қашан, from time to time, уақыт аралығында, время от времени, usually, әдеттегідей, as a rule, ереже бойынша, заңдылық бойынша деген мағынаны білдіреді. Generally, преимущественно. Мысалы, мына жерде суретте сендерге мынау сөз берілген, сөйлемдер берілген. Мысалға, every day is a busy day. Әр күні ол босамайтын күн. Bob always walks the dog. Bob өзінің итін әр күні өзінің жанында алып жүреді. He never cooks a meal. Ол ешқашанда тамақ пісірмейді. Міне осы сияқты сөйлемдері өте көп. Сендер осы сөздерді қойып, present simple жасасаңдар болады. Және осы сөздерді көрсеңдер сендер, бұл сөйлемнің present simple екеніне айқын дәлел бола алады. The next, келесісі. Interrogative pronouns, яғни сұраулы есімдіктер. Бізде өте көптеген сұраулы есімдіктер бар. Яғни осы сұраулы есімдіктерді қатыстырып, біз сұрақ жасасақ болады. Мысалы, who, кім, whom, кімді, кімге, what, не, қандай, which, қайсысы, whose, кімдікі, when, қашан, where, қайда, why, неге, how, қандай, қалай. Осы сөздерді мысалы қолданып сендер күнделікті өздерің сөйлем жасасаңдар болады. Мысалы, who is she, ол кім. Бұл сөйлемде who is she деген сөйлемде біз who деген
сұрау есімдігін қолданып тұрмыз. Мысалы, how is your father? Сенің әкең қалай? Бұл жердегі сұрау есімдігі how. Міне осы сендерге берілген сұрау есімдіктер өте көп. Осы сұрау есімдіктерін қолданып, сендер өте көптеген сөйлемдер құрасаңдар болады. Міне бір көріп алыңдар, кейін келесісіне өтетін боламыз. The next, келесісі. Міне біздің сабағымыз осымен аяқталды. Бізде бүгін өте көптеген грамматикалық тақырыптан грамматикалық сөздерді, өзіміздің children's games, яғни ойынның түрлерін жаттадық, көптеген сөздерді қайталадық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз сендерге өте мазмұнды әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңа рахмет. Thank you for attention. The lesson is over. Goodbye. See you soon. Көріскенше аман сау болыңдар. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңа үлкен рахмет.